Әулиетадан кім? Әулиета жаңағы перғауындардың әскерін соңғы рет Аляскада жойған атақты күрең алаш Сақап Қақанның ұлы Әулиета. Бұл кісінің аты Ысқазы Ертек деп атаған. Ысқазы Ертек. Мына Қазығұрт тауы жер бетінде ең ескі тау. Жер бетінде ең ескі вулканды тау. Бірінші алтын атқылаған жердің астынан. Жылдар бойы алтын, отпен алтын лақтырып отқанда, кейін асыл тастан лақтырған. Өзі 18 жыл бойы ненің бәрі бұрын ұлы бабалардың зиярат жасаған жерлермен әлемді аралап кеткен екен ғой. Соны Әулиетаға сол кісі. Бұлар 203 жыл өмір сүрген. Әулиетада, Дулығалы ата, Жылаған ата, сосын мынау кім Ұзын ата, Қоңыр ата деген Сүмбілі Қоңыраттардың бабасы. Алталашкім Арғын Керейуақ Найман Қыпшақ Сүмбілі Қоңырат. Осы үшеуінен алтауынан барып 300 тарайды, 300-ден барып дүниежүзі мына түркі халықтары тарайды. Соның бәрінде ұзақ сөз созбайын. Осы 5 әулие осы жерге келіп, жаңағы белдеріне белбеу орап, жаңағы Алашқа ханның мазаратына әкелген несі қыздары еліне кетіп қалмасын. Береке деп осы жерге шашқан екен. Құт береке дарысын деп. Сөйтіп осы жерде отырып, Алашқа бата береді осы жерде. Кешегі 17-сіне сұрап жатыр екен. 17-сіне Бестораңғұл әулиеге қалай барамыз? Соған да жауап беріп кетейік ыңғайы жағдайда. 16 күні Арыстан бабқа сахаба пайғамбарымыздың аманат құрманы әкелген, сол жерге жиналады көбіне көп. Сосын осы Айболат мырза сіздің де алып отырсын, хабарды айтып отырасыздар ғой. Осы жақта Астанадағы осы Замира ханым екеуіңіз, сыр бойында Шахар ханым өздерінің Шымкенттегі мейрамхан ағаларымыз бар, Айжамал апамыз, Дүйсенкел апаларымыз бар, Шымкенттегі. Алматыда жан-жақта кісілер осындай бір жаймен келіп жатыр осыған. Бабаларымыздың белгілеп кеткен сандарымен. Соның біреуі жаңағы Қазақ Қахан деген кім деген сөз болады. Қазақ Қаханды Әмір Темір де, Шыңғыс хан да, бүкіл қазақтың тектілері, ұлы бабаларымыз, бүкіл дүние жүзінің патшалары өте қатты құрметтеген бұл кісіні. Бұл кісіде бола алмаймыз деп, біреуі бола алмайды ешқандай да. Соның ең бірінші бетінде сол Қазақ Қаханның өзінің айтып кеткен өсиеті бар екен. Бетінде. Ғұмырдың таусылар таңбасында Айыртау Қазығұрт біздің өзіміздің кеме тоқтан. Қазығұрт топыраққа айналар депті. Менен тараған ұрпақтар әруаққа айналар депті. Бұл жерде әруақ деген сөзге көбісі өте бір қалай айтсам екен, бір ал болады кітаптардан. Анау дейді, мынау дейді, шүрік дейді, басқа дейді. Былайша айтқанда біздің салтымызда бар, келін бетін ашып жатқан кезде сәлем салып жатады. Әруақтарға бір сәлем деп ше. Шынымен де ол қаншама халық тұр, соның әруақтарына бір сәлем салып жатыр. Әр қайныларына сәлем салады, қайнағасына сәлем салады. Бірінші әруаққа салады ғой. Әруаққа бірінші қараңыз, салтымыз әлі тұр бізде. Көрдіңіз, әлі тұр. Сосын мына кешегі репрессиялық қаншама геноцид жасағанда, Месхет түріктерін жаңағы жан-жақтан жаңағы шешендерді, гректерді, басқаларды депортация қылды ғой. Оларды да ешқайсысын бөліп жазған жоқ біздің бабаларымыз. Соңғынан дейін бөліп берді. Рахметін қазір айтып жатыр оларды енді. Сосын біздің ары қарай қазір енді уақыт өте келе қазір біздің елдік мүддеміз қымбат. Замира ханым да мынандай шырылдайтын қыз болып тұрып, көрдіңіз ба? Сіз айтып жатсыз, мен 300 екенмін, бұл кісі ұлы жүз екен, орта соны 300-дің бірлестіріп, тек ағалық, інілік Бестораңғұл әулиеден өзі, Бестораңғұл әулиеден бастағанда қазақта құс аруақ деген болады екен. Былайша түсіндіріп өттік. Құс аруақ деген. Алда Леспек ағамыздың Бестораңғұлда берген сұхбатын осы түсірерсіз жаңағыдай көрсекше. Сол кісіден өзі сол айтқанда жақсы болды. Алдында 300-ге бөлінбей тұрғанда бұл 36 реттілікпен жаңағы 3-ге бөлген. Не үшін? Тектілікті сақтап қалу үшін. 7 атадан қыз алмау. Көрдіңіз ба? 7 атадан қыз алмау керек. Жылқы малы қазақтың өзінің анасына шаппайды екен, қарындасына шаппайды екен, басқа үйірге қуып жібереді дейді, көрдіңіз ба? Сөйтіп оны бір үйірді бір айғыр алып жүреді кәдімгідей. Қазақтың тектілігінің бабаларымыздың сол жан-жағына қарап, аспандағы мына 18 мың ғаламның құдірет несі дейді ғой. Сонда осы бірінен соң бір жалғасып жатыр мына әңгімеде. Сонда Құрбан ата әулиемізден дүниеден өтер алдында Құрбан ата әулие деген кісі болған. Қоңыр ата әулиеден тараған. Босаға таңбалы Қоңырат дейміз. Босаға таңбалы. Ақ жолда
ұраны арғындардың ұраны Ақжол дейміз. Ақжол деп нетеді ғой. Ақжол бір Алланың ақ жолы, өзі бір жол өзі. Айтып жүр қаншама тектілердің өсиетінен аттамау керек ешқайсысы. Қазіргілерді аттамау керек, бұрынғылар аттамаған, кейінгілерге де аттамауды өсиет етіп аманаттап кетіп отырған. Турасын айтқандай ше. Солар өздерінің жасына қарай отырып, жағына қарай сөйлеп отырған. Мына қаз дауысты Қазыбек бидің 14 жасында қараңыз, ұлдары мен қыздарымен 200-ге тарта тұтқынға алып кетеді, қалмақтың қонтайшысы дейді. Сонда 14 жасар баланы сұңғылап әзірлер болады ғой. Барып көріп қойшы, мына қазақтардың ішінде, мына Жоңғарияның жерінде емес. Маған өзі лайықты сізде бар ма екен дейді ғой. Айеке, сөйтсе жаңа айтты дейді. Сөйтсе 14 жасар тайға мініп барған ғой, 14 жасар бала тайға мінеді ғой, атқа мінбейді ғой. Сөйтіп Қазыбек би шөптің үстіне жатыр дейді, шалқасынан түсіп алып. Қарап жатта сіздің мына қазақтың елшілердің арасында сізге татитындай сөзі өзіңізге өзі татитындай мен ешқайсысын көрмедім, бірақ бір баланы көрдім. Ана бала бір қазақтың жоңғардың жерінде емес, қазақтың жерінде жатқандай анау дейді да. Қалай жатайын деп былай көсіліп жатқан ғой, былайша айтқанда. Емін еркін. Содан бірдеңе шығады ау дейді ғой, сонда қонтайшы айтады, не қазақтар мені менсінбей тайға мінгізіп бала жіберген ба, қырып тастаңдар дейді ғой. Сонда бәйбішесі ақылды болған екен. Тоқтаңыз хан ием, сіздің тай дегеніңіз тұлпар болып жүрмесін, бала дегеніңіз сұңқар болып жүрмесін әлі дейді. Оның үстіне қазақ деген текті халық. Бір кішкентай елшіге өлім жоқ, оның үстіне бір елшілерді қырып қазақты жаулап аламын деп ойламаңыз дейді ғой. Көріңіз сынап дейді. Қалай айтар екен, не айтар екен, сөйтіп әр жерде қарамай жүрген елшілерді әкеп кіргізеді ғой енді. Қазақтар неге келдіңдер, айта қойыңдар, неғып жүрсіңдер дейді ғой енді. Не жұмыспен жүрсіңдер деп. Сонда жіберген бас би айтты дейді. Мына ұлдарымыз бен қыздарыңызды берсеңіз алдық, бермесеңізді сөзді өзіңізге салдық дей салады. Андай сөзге болды ғой, босына бар айтарың дейді. Онда ертең жауабын аласың, кете беріңдер бар дейді. Ар жағында айтар болмаған ғой ана жерде. Сол кезде тұрып, төмен жақта отырған қаз дауысты Қазыбек би бізде қаз дауысты деп аталмаған кез екен. Орнынан атып тұрды да, хан ием, дат дейді ғой. Ой, датың болса айт дейді. Жерден несі артық дейді. Өзі айтады, өзі жауап береді. Жерден несі артық, бір ауыз шөп артық, малдың несі артық, бір ағасым ет артық, сенен менің нең артық дейді ғой. Бір ауыз сөз артық деп айтты дейді. Ой, өзің сосын соны тоқтай тұрады да, жаңа ханға айтып болады да, жаңа жауапкершілік салған биге барып, көке дейді. Міндетіңе алған жігіттен аштан өлген аюдың өзі артық дейді ғой жаңа ше. Ой, өзің барады да қайтадан жаңа кімге айтады, қонтайшыға, дат тақсыр қайтадан дейді. Ой, датың болса айт. Сол кезде әйгілі біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Еліміздің шетін жау баспасын деп, елімізді құт қашпасын деп, найзаға үкі таққан елміз дейді. Найза мысалы суып қар ғой, соған үкі тағып тұр жерде. Үкіге періштелер ұялайды екен. Не деген даналықпен айтып жатыр да, 14 жасар бала қазір жыламай тамағын ішпейді ғой қазір. Сөйтіп найзаға үкі таққан елміз, ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз дейді. Асқақтаған хан болса хан ордасын таптай білген елміз, достықты сақтай білген елміз, дәм тұзды ақтай білген елміз дейді. Беретін болсаң, ұл мен қыздарымызды беретініңді айт, тездетіп дірілдемей. Болмаса шайқасатын жеріңді айт дейді ғой. 14 жасар андай балалар күтпеген ғой. Ой, өзің айналайын былайша бала тапырақтап қалады ғой жаңау. Ұрпақтан сөйлеп тұрған, бұл арқаламып дейміз ғой енді қазақ тілінде айтқанда. Сол кезде өзің жоқ дейді. Біздің қазақта жасына қарай отырады, жағына қарай сөйлейді. Біздің көкелерімнің төрде отырған, менің төбеде отырған, мен бір дейді, төмен қарай отырып алады ғой. Жас кіші ғой енді. Содан не керек, ұл мен қыздарды қайтаратын болады енді. Қайтарып жатыр. Сол кезде айтады ғой, айналайын дейді жаңа бала Қазыбек биге. Сен өзің қаздың дауысында саңқылдап тұрған қаздың дауысында екен, қан кәріп ше, кәдімгі қазы сияқты. Сені қаз дауысты Қазыбек деп атасам қалай қарайсың дейді ғой. Сол қалмақтар қойған екен жаңа. Жау дейміз ғой. Мына жауды да осыдан шығады, жауларды да былай қыра бермеген біздің бабаларымыз. Иә, ол үйленген қыз алысып тұрған. Мына Марал Ишан, сол кісілер жаңа қалмақтың қызынан туған. Өзінің тектік өзінде бар генетикалық заңдылық бойынша. Сонда Мұрынқарақ деген тауда, кім деген жатыр, Алатау батыр деген жатыр сияқты. Мұрынқарақ деген тауда, сол кезде Ерханбас Абылай ханның жалғызы, Ашамайлы Керей, сөйтіп Өр Алтай мен Керей Алтайдың жақта қырып атқан кезде қызып кеткен ғой соғысып жатқанда. Сонда Абылай хан қасындағы шешендермен, ақындармен барып бір тоқтатқан дейді. Ойбай обалына қалармын жаудың да. Қара бермек шетінен деп ше. Бұл қалмақ халқын қыра бермеген турасын айтқанда ше.
қыра бермеген, олардың да бір несі бар ғой деп көрдіңіз ба? Осы жерде мына Ысқақ бабтың өсиеті маған ұнайтын. Адам баласын тең көріп дейді. Мейлі сен негр боласың ба, неміс боласың ба, орыс боласың ба, орман боласың ба, бірақ әр елдің өзінің салты бар, әні бар, жыры бар дейді, былайша айтқанда. Сол сияқты жаңағы мына үшінші жерде мына Мұрынқарақ деген тауда 55 мың қалмақты қойып айтады. Егер дейді руханияттан дейді, мына белгіні қараңыз, сол кездегі қалай тоқтаған сөзге. Руханият аруақтың белгісі деп айтыла ма? Руханияттың белгісі оң иықтан түссе, кешірім таңбасын басамыз сендерге дейді, кешірім береміз дейді. Егер сол иықтан түссе, шеттерінен қырып тастаймыз дейді. Аяқтан кеп тұр уже, руханияттан кеп тұр, көрдіңіз ба? Салып тұр. Әйтпесе, мыналар не қыласың, ақыр жоқ өйтіп қыра салмай ма? Жоқ, олай қылмаған. Сөйтіп белгі оң жақтан немесе сол жақтан. Екеуінің біреуіне түсу керек уже. Оң жақтан түссе кешірім таңбасын басады да, жоңғар қақпасына асырып жібереміз дейді. Өліктеріңе дейін қалдырмаймыз, аттарыңа тиіміз да, өліктеріңе дейін қалмасын дейді, былайша айтқанда. Енді қаншама 100 жыл соғысты сөйтеді да, егер сол жақтан қылса, ешқандай жақсылық күтпейсіңдер дейді. Батырлар дайын ғой енді торауға. Сөйтеді, оң иықтан түседі. Не айтасың, көрдің ба? Хикмет деген міне осы. Алланың хикметтері дейміз ғой. Руханияттың жаңағы осы жерде енді айтылатын сөз өте ауыр ғой енді. Сөйтіп оң жағына бұларға кешірім таңбасын басады да, үрім бұтағын сау затын тиеп, өліктеріне дейін үлкен жараулаттарға жоңғар қақпасына асырып жібереді. Одан ар жағысындағы несін енді жақта көрші Қытайдың нелері шешкен. Оған біздің бабаларымыздың ешқандай несі жоқ. Екі бөлек қуған, біреу Қытай асырған, біреу Ресей асырған, Калмыкияда былайша айтқанда батырлар екіге бөлген. Енді мына жерді азат ету керек қой, киелі даланы. Сондай ұстаным болған, жауды да қыра бермеген. Соны білу керек ол тарихта да. Біліп жүрген абзал қайсысы болса. Өйткені бізде қанша ұлт бар, ұлыс бар дейміз ғой. Біздің өзіміздің де дәстүріміз бар, ешкімді кемсітіп отқан жоқпыз бізде. Сол сияқты жаңағы Яссауидің хикметтерінен қозғалып кетіп жатыр. Жаңағы аналарымыздан Айша бибиден қозғалып кетіп жатыр. 17-сі күні дәл осындай тарихи деректермен, дәлелдермен, дәйектермен ұлы бабаларымыздың жаңағы атамыз қазақтың енді бір жақта жинақтап жіберейінші. Сол қазақ атамыздың бұл 550 жыл емес, 5,5 мың жыл бұрын болған кісі перғауындарды түп тамырымен 100 жыл соғысып, оның алдында әкесі Алашқа хан соғысқан дейді. Лекеңнің жазбалары бар, осыны жіберіңіз, білсін. Ол кезде мына үшке бөлінбей тұрған кезде дейді, атамыз қазақ деп сөйлейміз ғой. Атамыз қазақтың екі немересі болады, текті және түктеден. Тектеден ең бірінші арғынты болады екен. Аға баласы дейтініміз сол. Артынша екіншісі керей мен уақты болады дейді. Тектілік деген текті бабамыз сол текті деп айтып жүр ғой, тектілік дейміз ғой. Сол тектіліктің негізгі бастауы сол текті деген. Текті атамыздан тарайды ол кісілер. Үшеуі ағайынды, үшеуі кетті ғой. Енді түктеден екінші. Аға мен түктеден Найман бірінші туылады екен, Найман жұрты. Намыстан жаралған Найман. Артынша екі егіз Қыпшақ пен Қоңырат туады дейді. Көрдіңіз ба? Әңгіме қайда жатыр. Бұл мына бабалардың, Әлиасқар бабаларымыздың алып қалған деректерінен, Ілекеңдердің мына жазуымен соны енді түсіндіріп, біз мына киелі жерге барып, мына Замира ханым екеуміз бірлесіп, сол осындай рухани жолдағы қобызын ұстап жүрген, қобыз ұстап жүргендегі бір жаңалық ашқан дін емес, сол ешқандай бабаларымыздың мына қобыз бен домбыраға тіл тигізіп жатыр көбісі, тіл тигізетін нәрсе емес. Әрине. Былайша айтқанда, сол енді бабалардың ізімен, жолымен 17-сі күні жаңағы құсқа жинайтын жері бар, сол айтылады. 11-не бата берген жері бар, осы Алтауын ала болмаңдар дейтін содан шығады. 17-ші наурызда. Сол кейіннен сол қан тазалығын сақтап қалу үшін жаңағы текті мен түктінің несін Алтауын ұлы жүз, кіші жүз қылып үшке бөліп жібереді. Реттейді да, реттейді. Өйткені неге Алтау көп бола ма, үшеу көп бола ма? Алтау көп болады, көрдіңіз бе? Үшеуге ағасы мен інісінің баяғы себеп бары сол. Ешқандай бір ойбай біз анау керемет екенбіз, мынау біз жауынгер екенбіз, үшеуінде де батырлар шығып отқан, үшеуінде де шешендер, үшеуінен де билер шыққан, не бір дуалы ауыз кісілер шыққан. Соның ұрпақтары сіз айтып, өзіңіз де соның несіне кіресіз. Замира ханым да сол құрамда қыздардың ішіндегі. Енді сол жерге 17-сі күні бұйырса өзіңізге хабарласын, айтып түсіндіресіз. Замира ханым жан-жақты түсіндіре алады. Гүлшахар ханым біз сыр бойында сияқты 17-сі күні Арыстан бабқа жиналады. Арыстан бабқа 16-сі күні аяқ қолы жинап аламыз. Әрі қарай Әлиасқар Байғұтқа да 21 күні туған күні екен ол кісінің.
Алиасқар осы 50 миллион адам ол кісінде жиі айтып отыру керек, ол кісінің көбіне көп несін көтеру керек, ол кісіге рахмет, рухын көтеру керек дейміз ғой. Аруағын 50 миллион адам Германиядан да, СССРдан да жаңағы кеңес үкіметінің кезінде 50 миллион адам дүние салған. Бір айтқан істеме, бір дуалы ауыз кісінің. Осы дуалы ауыз кісіден шығады. Бір мысал айтып өтейін, әулиелердің енді айтқа бермайсыздар, бірін айтып біріне кетіп жатыр қайта-қайта. Мына Мансур Халлаж деген әулие өткен екен, Мансур деген. Сол қарапайым енді сізбен біз сияқты кісі, сол жаңағы Сейх Зүрнен деген әулие ұстазы болыпты сол кісінің. Бір елде жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің Лайсалха дейді, Лайсалха, Ла илаха иллаллах деген бір нелері бар, хикметтерінде бар. Соны зерттесе, Яссауиді өзімізде құнды қазыналар толып тұр ғой. Байқайсыз ба? Қожа Ахмет Яссауиді әмір-темір салып қойып, оған неше түрлі аруаққа тіл тигізе беруге болмайды, анау-мынау дей беруге болмайды. Былайша айтқанда ше. Қазақта да мақалдар бар. Әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес, оны бәрі біледі. Айтып тасталған. Енді лаж болса, сол құндылықтарымызды сақтай отырып көтерсек па дейміз. Лаж болса, өзіміздің еңсемізді, өзіміздің рухымызды оқып берейік десеңізші. Ал Сол зияратқа келген кезде сол бәріне осы кітапты жазған ағаларды шақыратынымызды, осы сол жерде көп толықтырып айтатынымызды, бұйырса. Осы кітапқа қызығушылықтары болса, сол автордың қолынан ала алатын мүмкіндіктері барын, соның бәрін айта өтейік. Мына осы мына ұлы бабалар насихаты дейміз. Насихаты деген сөздің өзі насихаты дейді. Сақ тілінде 500 жыл бұрынғы сөйлеген бабаларымыздың тіліне түсінбейді екенбіз қазір біз. Насихаты деген сақ тілінде жазылған, қазір насихат деген сөз ғой. Өсиеттері, өсиет деген жақсы ғой. Өсиетпен өне өскен ұл мен қыз жақсы болады өте. Өсиетпен қарап отырсам, мақалдап, нақылдап айтып отырсам, қызым, қазақта бір мақал бар ғой, келінім саған айтам, қызым сен тыңда. Ол қызы да келін болады ғой ертең. Сол енді Замира ханым, сіздің айтарыңыз бар ма? Қосып кетсеңізші. Енді қосқанда бәрін өзіңіз дұрыс жеткіздіңіз деп ойлаймын. Енді халықтың сұранысы болып тұр ғой бұл жерде. Енді сол Бестораңғыл әулиеге ауызашар беретінімізді айтып жатырсыз, одан үлкен ас беретініміз, сол жерге келем дейтін кісілер енді телефон номер көрсетіп қоямыз. Келушілер хабарда болар. Жаңағы сол ғой. Главный ниет үлкен әулиеге ас берілген кезде сонда үлкен шапағатқа бәрі де ие болсын, алсын деген дүние ғой. Енді мына жерге бір тағы қоса кетейін кішігірім. Айеке, Замира ханым, с вашего позволения дейміз ғой енді. Енді мына Құрбан ата әулие болған кісіген Әбу Бәкір Сыддық деген сөз, шындықты айтушы деген сөз, өтірік қоспайтын кісі дейді. Сондай Құрбан атамда сондай кісі болған екен. Өзінің жаңағы Қоңыр ата ағайындарының ішінде ағайындары да ана бір барымта, қарымта дейміз ғой. Жылқыларды барымталап тығып қойса айтып қояды екен. Сендердің жылқыларың ана біздің ағамыздың пәленбай тауының арасында жатыр деп айтып қояды екен. Өтірік жасыра алмайды да, өзі шындықты айтып қояды. Сол үшін сондай бір тарихтары бар енді. Сол кісінің өсиеттері бар екен. Керемет өсиеттері. Осымен аяқтайық. Иә, сонымен жақындатайық немізді. Бұл кісінің енді мына 5 күн жалғанда дейді, ауыз апан сөз арыстан дейді. Ауызыңа неше түрлі айта берме деген сөз ғой, ауызыңа келгенде. Ауыз апан. Ауыздан неше түрлі сөз шығады ғой, жақсы сөз де жаман сөз де шығады, Айболат мырза. Ауыз апан сөз арыстан. Бұл дүниеде кім артық дейді? Бұл дүниеде кім артық? Мың батырдан бір аруақтың ізі артық дейді. Аруақты адамның жүрген. Мың батырдан бір аруақтың ізі артық. Мың ғұлама бес сұлтаннан, не бір мыңдаған патшаларыңнан, ғұлама ғалымдарыңнан дейді. Бір тектің сөзі артық дейді. Не деген сөздер мұның? Сөзге тоқталған деген осы ғой. Иә, бір тектің сөзі артық дейді. 18 мың ғаламның құдіретінен дейді. Ертекі 7 қабатта аспан 7 қабат 18 мың ғаламның құдіретінен бір Алланың нұры артық дейді. Яғни бойында нұры бар, кісінің нұр артық дегенде қасиетті. Бұның барлығына бір адамға негізделген. Қазақта мынадай мақал бар дейді. 100 пайғамбардан бір құдайдың нұры артық дейді. Қандай жақсы сөздер. Сол сияқты жаңағы мына тағы да мақал бар. Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Ардың садақасы. Садақа деген нәрсе өте бір малым жаным үшін шойлады. Қазір кредит алып ұрып жатыр ғой, сотталып кетіп миллиондап.
былайша айтады, жынға садақа беріп жатыр дейді. Жаңағы аруақ бабаларың да өздерінің бір тышқа құлақ соймайды екен. Замира ханымның айтатыны сол көбіне көп байқап. Ана болып қалды, қарғыста, соның барлығын осындай үлкен бойында одаренность дейді орысша айтқанда. Қасиеті бар, оны пәлем деген дейтін жоқ. Ол кісінде сондай нелерде сложный операция дейді орысша айтқанда, жүректің қан тамырларына, әлсіз жерлеріне. Сондықтан да жаңағы Ай-Шариби әулиенің өсиетінен артық не керек енді? Шайтан қаннан қорқады дейді. Мына өсиетте де тұр. Сондықтан да аруақтарға арнап ашатия салып тұрыңдар дейді. Алланың атымен иншаллах да шалқандықта. Құтты болсын бергендеріңіз. Қабыл болсын зияраттарыңыз. Жақсы. Жақсы, Асеке. Жол жүрес, жолыңыз болсын әрқашанда. Енді рахмет. Амандықта болайық. Амандықта болайық. Амандықта, саулықта кездескенше күн жақсы болсын. Әмин. Осы жерге зиярат жасап, келген әрбір текті азаматтар кеткеннен кейін, соның ол келуі текті болса, бір ағашты атып шығады екен өзі. Алтын ыдыстан ас ішкен, әділеттігін сөйлемесең, қосиықтан бас түскен деп Шыңғыс хан айтты. Құда қаласа мына енді мықты азаматтар келіп, зиярат жасап, Алланың разылығы үшін осы бабалардың жандары жаннатта жатқан жер жайлы болсын деп не қылсақ, осы Құда қаласа мына ағаштарды көбейет. Жердің астында не бір әлі жасырып жатқан құпия сырлар бар, құпия өзендер бар, құпия сулар бар, құпия қазыналар бар, бәрі шығады. 17 жыл бойы осы жерге келе алмадық. Жыл сайын кәдімгі ми батпақ болады кәдімгі, осы жерлердің бәрі да. Тізеге дейін батпақ болып кетеді. Мәшине жүре алмайды, камаздар. Осы уақытта? Осы уақытта. Оны осы биыл ғана ашылып отыр. Міне біздер келіп отырмыз. Абылай хан 17 июльда 200-300 мың адамға осы жерде ас беріледі екен 17 күн. Содан барып ол ауа райының жолына байланысты солтүстікке 40 күндей бойы наурыз сойлана берген. Санау Түмен, Новосибирск даласына дейін. Ояқтың бәрі біздің жер болған ғой. Көрдіңіздер ме?